14 желтоқсанда мәжіліс қабырғасында жеке тұлғаларды банкрот деп тану туралы заң жобасы қызу талқыланды. Оған сәйкес банкрот деп танылған азаматтар 5 жылға дейін кредит ала алмайды. Сонымен қатар борышкердің кепілдікте тұрған жалғыз баспанасын несие берушілер алып қоюға құқылы. Кейбір нормалармен келіспеген депутаттар өзгерістер енгізу керек деп заңды екінші оқылымға қалдырды деп хабарлайды Стан.kz ақпарат агенттігі. Қазақстан азаматтары өздерін 3 жағдайда банкрот деп тани алады. Біріншісі соттан тыс банкроттық. Оған банктер, микроқаржы ұйымдары мен коллекторлар алдындағы қарызы 4 миллион 900 мың теңгеден аспаған азаматтар өтініш бере алады. Ресми кірісі жоқ 36 мың 18 теңге табыс табатын тұрғындар кіреді. Айта кетері, бұл санаттағы борышкерлердің ешқандай мүлкі болмауы керек. Министрдің сөзінше, азаматтарды банкрот деп танымас бұрын борышкерге қатысты барлық деректер жан-жақты тексеріледі. Ал қарызы 4 миллион 900 мың теңгеден асатын азаматтар сот банкроттығына жүгіне алады. Бұл борышкерлердің баспанасы банкте кепілдікте болса, онда несие берушілер мүлікті алып қоюға құқылы. Үй сатылымға шығарылып түскен қаржы қарыздарды өтеуге жұмсалады. Егер борышкердің баспанасы кепілдікте болмаса, несие берушілер оны талап ете алмайды, деді министр. Үшінші, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Егер борышкердің тұрақты табысы бола тұра қарызын өте алмаса, онда сот арқылы қарызды бөліп төлеу мүмкіндігіне ие бола алады. Одан бөлек, министр банкроттықтың өзіндік шектеулері де бар екенін атап өтті. Біріншіден, 5 жылға дейін несиелер ала алмайды. Және азаматтар 7 жылдан кейін ғана қайта банкроттыққа жүгіне алады. Үшіншіден, банкроттықтан кейін 3 жыл ішінде банкроттың қаржылық жағдайына мониторинг жүргізу көзделеді. Сол себептен азаматтар өзін банкрот деп жариялаудан бұрын ықтимал салдары мен оның тиімсіз жақтарын шектеулері туралы бойынша ойлануы қажет, дейді қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев. Тағы да бір айта кетерлік, коммуналдық салықтық төлемдер бойынша қарызы бар азаматтар банкрот деп танылмайды. Одан бөлек өзін әдейі банкрот деп танып алаяқтыққа баратындарға қылмыстық кодексте арнайы жаза қарастырылған. Алдағы уақытта заң қабылданып жатса, борышкерлер өтінімді егов порталы немесе халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы бере алады. Еске салайық, кемінде 1 жыл бойы банктер, микроқаржы ұйымдары мен коллекторлар алдындағы қарызын өтей алмаған қазақстандықтар банкрот деп танылады.